Сәлем достар, бүгін тай деп аталатын салат жасаймыз, яғни тай салаты. Дәмі өте дәмді және ерекше салаттардың бірі. Кез келген дастарханда тұрса, сәнін және дәмін кетіреді салаттардың бірі. Қалай жасағанының барлығын сіздермен бөлісетін боламын, соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге ет қажет, 300 грамм ет. Оны жалпағынан кішкене үлкендеу, бірақ жалпағынан тез пісетін етіп турап аламыз. Негізі таза ет болған дұрыс, менде азғантай майы болды, бірақ майларын алып тастаймын қазір. Осылай мінекей жалпағынан турап аламыз. Енді етімізді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және қара бұрыш саламыз. Сосын соя тұздығын құйып, етімізді толықтай пісіріп аламыз. Етіміздің асты күйіп кетпеу үшін кішкенеден су құйып отырамыз. Етіміз піскенше көкөністерді дайындаймыз. Ең бірінші баклажанды дайындаймыз, себебі баклажан қуырылғанша қазір уақыт алады. Сол себепті оны бірінші қуырып аламыз. Осылай тураймыз. Яғни баклажанның сырты ол барлық жерінде болу керек. Сол себепті мінекей 4-ке бөлеміз, сосын оны тағы да ортасынан, егер үлкен болса ортасынан бөліп, дәл видеодағыдай осылай бөліп алсақ болады. Қызып тұрған майға баклажанымызды қуырып аламыз. Яғни баклажан толықтай пісіп шығу керек. Сол себепті осылай аударып тұрып, жан-жағының барлығын қызартамыз. Май аз болып қалып жатса, үстінен майды құйып тұрып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын осылай 4 бұрышты етіп, үлкендеу етіп турап аламыз. Негізі түрлі түсті болғаны жақсы, әдемі көрінеді салатта. Менде осындай барымша түрлі түсті қылуға тырыстым. Негізі сары түсі болса, одан да әдемі шығады. Енді бұрышымызды осылай қуырып аламыз. Өте қатты езілгенше қуырып қажет емес, тек кішкене ғана жұмсарғанша қуырып алсақ жарайды. Енді қиярды турап аламыз. Жаңағыдай баклажан сияқты формада турасақ жарайды. Егер қиярдың осындай дәндері ірі болса, алып тастаған дұрыс. Қиярдың бойында су көп болғандықтан, оны алдын ала кішкене 15-20 минутқа тұз сеуіп қоямыз. Бетінен тұз сеуіп қоямыз. Сонда суы бөлінеді, ол суын алып тастаймыз. Қызанақты да бөлеміз. Осындай суы аз қызанақ болған дұрыс. Кішкене қаттылау қызанақ болса, жақсы болады. Салаттың салмалары барлығы дайын болды. Енді салатымызды жинаймыз. Ол үшін бір үлкендеу ыдысты аламыз және барлығын осы ыдысқа саламыз. Бірінші ет саламыз. Одан қиярымыз саламыз. Қиярды мына бөлінген суынан сығып алған. Келесі кезекте баклажан, болгар бұрышы және қызанақ. Тұз, қант саламыз және кориандр ұнтағы және гочи джирими деп аталатын корейдің ащы тұздығын саламыз. Оның жасалу жолын видеоның соңында көрсететін боламын. Және 1 шай қасық толтырмай
70% уксусты құямыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Соңынан осындай аскөкті немесе көк жуаны қоссақ, одан сайын дәмі ерекшелене түседі. Мінекей салатымыз дайын болды. Осылай әдемілеп, бетінен күнжіт сеуіп, дастарханға ұсынуға болады. Жаңағы біздің қосқан гочи-джирими деп аталатын корейдің ащы тұздығы. Ол үшін бізге 2 шай қасық паприка, 1 шай қасық ащы бұрыш және 2-3 тілім чеснокты осылай уақтап аламыз және ыссы қайнап тұрған майды үстіне құямыз. Жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Бұл тұздықты холодильникте бір арнайы ыдысқа сақтап, кез келген ет тағамдарына немесе осындай баклажаннан жасалатын салаттарға қосса, дәмі өте ерекше, дәмді болады. Мінекей берілген мөлшерден осындай 2 үлкен порцияда салат шықты. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және подписка жасауды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.